Сәлем достар. Бүгін мынадай өте әсем браслеттің тоқылу әдісін көрсететін боламыз сіздерге. Өте оңай тоқылады және өте аз заттарды қажет етеді. Бұған тек бисерменен 4-5 мм хрусталь тасымыз қажет болады. Карабин, ине жібіміз қажет болады. Ал кеттік онда. Бірінші менің видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды да ұмытпаңыздар. Ой пікірлеріңізді комментарий бөліміне жаза отырыңыздар. Бірінші, мына карабин қыстыратын жақтан бастайтын боламыз. 3 бисер аламыз. Мен серый карабинмен көрсете берейін. Негізінде сары түстес карабинді алатын боласыздар. 3 бисер, карабин, тағы 4 бисер өткізіп алатын боламыз. 2, 3, 4. Жібіміздің ұшына дейін алып келеміз. Байлаймыз. Мендегі капрон жіп 2 қабаттап алдым. Енді жібімізді бір бисерімізден өткізетін боламыз. Жібімізді қиып тастаймыз, ол бізге қажет емес. Қиып зажигалкада күйдіретін боламыз. Енді инемізге 3 бисер аламыз. 3 бисер, 1 хрусталь, 1 бисер, тағы 1 хрусталь. Тағы 3 бисер алатын боламыз. Келесі тізбегіміз мынадай болады. 3 бисер, хрусталь, бисер, хрусталь және тағы 3 бисер. Осыны бисеріміз, жібіміз жоғарыдан шығып тұр. Біз осы бисердің төменнен жоғары қарай қайта өткізетін боламыз. Бізде сонда жүрек тәрізді домалақ пайда болады. Жүрек дейсіз ба, үшбұрыш дейміз ба, өз еріктеріңізде. Осыны міне, жібіміз енді міне ортада бисерден шығып тұр. Дәл осыны 3 жаңағы қыстырған 3 бисерімізден өтетін боламыз. Хрустальменен ортадағы бисерден тағы өтетін боламыз. Міне, болды. Осы тізбекті қайталап ала береміз. Бар болғаны осы ғана. Тағы бір көрсетейін. 1, 2, 3 бисер, 1 хрусталь, 1 бисер, 1 хрусталь, тағы 3 бисер аламыз. 1, 2, 3. Жақындатайын. 3 бисер, 1 хрусталь, бисер, хрусталь, 3 бисер. Жібіміз жоғарыда, біз төменнен жоғары қарай өтетін боламыз. Міне. Жібіміз ортада. 3 бисерден өтеміз. Жібімізді тартыңқыраймыз. Хрустальдан, бисердан. Дәл осылай өзімізге қажетті ұзындықты қайталап жасаймыз. Ең соңында
дәл осындай етіп домалақ жасайтын боламыз. Болды, бар болғаны осы ғана. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Істеріңізге сәттілік тілеймін.